Кезінен бері келе жатқан мәселе, ол мына біздің ұлттық зиялылардың, ұлттың арасында бірлігіміз жоқ. Барлық мәселе сода. Қазір халқымыздың саны елде 70%-ға жетіп қалды. Айтқанымыз істеліп, тіліміз, мемлекеттік тіл, ол барлық салаға ену керек. Мына соңғы бір айдағы талқылау барлық басылымдарда ешкім, мысалы, мемлекеттік тілге Қазақстанда қарсымын деп айтқан жоқ, айта алмайды да. Сондықтан енді бұл тілді, қазақ тілін барлық мемлекеттік органдар болсын, қоғамның барлық саласына енгізу үшін қазір біз мына бір қоғамдық комиссия құрып, оған мысалы, ол мына бүкіл ұлтты, мемлекетті біріктіретін, ол комиссияның төрағалары Шаханов, Айталы, содан кейін анау Саудабаев, мемлекеттік хатшы, оған 5 министр кіреді, барлық облыс әкімдері кіреді. Мынау ұлттық Самұрық Қазына, Атамекен, тағы басқа ұлттық компаниялардың басшылары барлығы кіреді, барлығы. Содан кейін президент жанындағы инвесторлар кеңесінің мүшелері де түгелдей кіреді. Себебі Қазақстан жерінде тұрғаннан кейін шетелдік компаниямен басқама барлығы да мемлекеттік туды, мемлекеттік тілді сақтау керек. Осыны біз жүйелі түрде тек қана осындай бір жылда жиналып немесе 20 жыл күтпеуіміз керек. Күнделікті жүрген жерімізде тіл үшін күресіп жүруіміз керек. Сонда ғана ол тіл іске асады, мемлекетіміз баянды болады. Осы комиссияның жанында жұмысшы тобы бар. Оған мына барлық басылымдар, редакциялар кіреді. Сосын 3 университет, Қазақ Әл-Фараби атындағы, Абай атындағы университеттер, әйелдер университеті Женпей, сол сияқты барлық қаладағы, облыстағы тіл басқармалары келеді. Одан кейін 3-ші ұйым осының жанындағы мына ақылдастар алқасы, жаңағы Әбдіжәміл ағамыз, Салық Иманов ағамыз сияқты үлкен мына елді жағдайын білетін зиялылар басқаратын. Біз егер мына күнделікті күреспесек, ана тіліміз үшін ешкімнен күтуге болмайды, биліктен де күтуге болмайды, олигархтардан да, басқадан да. Біз оларды тілді мойындатып, осы тіл үшін қызмет істетуін міндеттеуіміз керек. Міндеттемей ма, Қазақстан жерін істемей ма? Онда бар Ресейде ма, губернатор бола ма, кім бола ма, басқа жерге кетсін. Қазақстан жерінде мына бүгінгі мейрам, бұл әлемнің 45 елінде жүрген барлық иісі қазақтың мейрамы. Мына бүкіл Қазақстанның барлық азаматтарының мейрамы. Бұл мейрамның статусы анау Наурыз бен Конституция күні, тәуелсіздік күнімен тең бұл. Сол сияқты алдағы мейрамдарда оған да қарамай күнделікті барлығымыз күресуіміз керек. Жаңағы құрылып жатқан қоғамдық ұйымдардың штабтары, міне жалын редакциясы, Жас Қазақ, немесе Жас Қазақ үніне хабарласып, әркім көмектесу керек деп ойлаймын. Рахмет.